Oscar goes to Роберто! Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе секілді кино майталмандарының үстінен аттап келе жатқан талай адамның жүзіне жылы күлкі сыйлаған бұл Роберто Бенини. Тоскандағы Арица шаһарында дүние есігін ашқан Роберто жастайынан кедейліктің зардабын көрген. Әкесі Луиджи Роберто дүниеге келерден 9 жыл бұрын концлагер өмірін көрген екен. Концлагерден оралғанда Луиджи аурудан бойы арылмаса да нағыз оптимист болған көрінеді. Түнде концлагер естеліктері мазалаған ол кішкентай Роберто мен оның қарындастарына басынан өткен оқиғаларды әзілмен жеткізеді. Сол әзілдердің артында қандай ащы шындық тұрғанын Роберто кейіннен өз өнерімен көрсетіп кинематография тарихында мәңгілікке қалады. Teufel machst du? Vorwärts! Geh doch! Ал әзірге өз отбасын қалайда жақсы өмірге жетелеуді қалаған жас жеткіншек 17 жасына қарай өнер жолына аяқ баспақ ойымен ринге аттанады. Бастапқыда қаланың сатира театрында қызмет етіп жүрген ауыл баласына басқалары жоғарыдан менсінбеушілікпен қарайды. Сол сәттен бастап Дантені Дантестен айыра алмайтын Роберто бос уақытта әлем әдебиетіне ерекше көңіл бөледі. Бұнымен қоса актерлік өнерді де алып жүрген Роберто кинодағы карьерасын 70-ші жылдардың басында комедиялық сериалдарға түсумен бастайды. Жылдам уақытта актер ұлы комик Тотоның ізбасары деген атқа ие болды. Робертоның толық метражды фильмдердегі дебюті 1977 жылы атақты режиссер Джузеппе Бертолуччидің фильмінде болды. Кейіннен бұл екеуінің бірлестігі өмірге бірнеше кинокартиналарды әкелді. 80 жылдардың басында актер өз сценарийлерінің желісі бойынша фильм түсіре бастады. Алғашқы еңбектердің арасында «Маленький дьявол», «Чудовище» тәрізді киноларын атап өтсе болады. Джим Джармуштың «Вне закона» және «Кофе и сигареты» секілді жобаларына қатысуы актерге Италиядан тыс танымалдылыққа келді. А ты, Боб? Да? За что ты сидишь здесь? Я? Я убил человека. Роберто барша кино әлемін 1997 жылы «Жизнь прекрасна» фильмімен мойындатты. Фильмдегі режиссер тізгінін ұстаумен қатар ол басты рөлді де өз сомдады. Фильмнің негізінде Освенцим тұтқыны болған итальяндық еврей Ромео Сальмонидің биографиясы жатыр. Кинодағы актерлік және режиссерлік еңбек үшін Роберто Бенини Оскар сыйлығына ие болды. Көрермендермен жоғары бағаланған трагикомедия бізге өмірімізде қандай да қиыншылық болмасын, оны жүзіміздегі жарқын күлкімен қарсы алар болсақ, өмірдің де бізге мейірім шуағын төгетінін еске салып тұрғандай. Сондықтан да мойымаңыз, өйткені Роберто Бенини айтқандай өмір шынымен де керемет.